саулық, елімнің денсаулығы үшін бұл саулық. Саулық тайм, елімнің денсаулығы үшін. Саулық тайм сіздермен бірге, құрметті достар. Сәлем, қош келдіңіздер. Келіңіздер, бірге денсаулықты мықты қылу үшін маңызды тақырыптарды тыңдайық, мәліметтерді, кеңестерді, ауырғанша ауруды алдын алайық. Өткен жол сіздермен бірге су жайлы анықтаманы бастаған едік. Бүгін сіздермен бірге оны ары қарай жалғастырудамыз. Дәрігерлер диеталық сусындардың көпшілігінде қант пен калория болмаса да адам денсаулығына өте жағымсыз әсер ететін заттар бар деп есептейді. Олар сақ болу керек. Сонымен қант қосылған немесе қантсыз барлық дерлік сусындар түсі мен дәмін жақсартатын химиялық қосылыстардан, сондай консерванттардан тұрады. Олардың көпшілігі асқазанның нәзік қабығын тіркендіреді. Сонымен қатар олар осы улы заттардың денесін тазартатын бауыр мен бүйректі шамадан тыс жектеуі мүмкін. Су ішіңіз, және бұл мәселелердің бәрі сізді алаңдатпайды екен. Судың құрамында ас қорыту процесін бұзатын, қажетсіз салмақ қосатын калория жоқ. Оның құрамында ас қорыту органдарының сезімтал қабығы бұзатын тітіркендіргіштері жоқ. Ол әрқашан қол жетімді және арзан. Солай емес пе, достар? Бүгін үлкен қалаларда тұрмақ, кішкентай қалаларда да көп жерде қазір арнайы аппараттар тұр. Суды енді сатып алатын. Бүгін кранның ағатын судан күмәндансаңыздар, сондай арнайы суларды алсаңыздар болады. Мен бұны жарнама ретінде сіздерге ұсынып жатқан жоқпын. Өйткені бүгін кішкене сапасы дәмі нашар болған соң біздің кранның ағатын судың. Сондықтан біз сондай суды сатып алуға мәжбүрміз, өзім де солай қолданамын. Бірақ енді дүкеннен сатып алу үшін ол қымбат қой. Біреудің мүмкіншілігі бар оған, біреудің мүмкіншілігі жоқ. Сондықтан сондай кеңестің бірі, достар, бізге күн сайын су қажет. Өйткені күн сайын денеміз суды жоғалтады екен. Оны қалай жоғалтамыз? Бұл көрінбейтін тер арқылы судың әдеттегі шығыны. Бұл терлеу арқылы ылғалдың жоғалу көрінеді. Біз тыныс алу процесінде ылғалды жоғалтамыз. Сұйықтық денеден бүйрек енді зәр арқылы да шығады екен. Айтпақшы, біздің бүйректеріміз күніне 188 литрден астам суды өңдеп, олар арқылы қан өткізеді екен. Дене ас қорыту үшін суды пайдаланады. Ұйқы кезінде де біздің денеміз суды жоғалтады. Жай демалатын адам ас қорыту және тыныс алу кезінде бүйрек арқылы күніне шамамен 2 литр суды жоғалтады. Мінекей, достар. Күнделікті судың осындай көп мөлшері жоғалса, онда біздің денемізді сумен толтыру қажеттілігі заңдылыққа айналады. Олай етпесек, денемізде сусындыру мәселесін тудыру қаупі бар. Сусыздандырудың қандай белгілерін білуіміз керек. Біріншіден, шөлдеу біздің денемізге су қажет екендігін нақты көрсеткіш емес. Екенін есте сақтаңыз. Сондықтан біз сезімдеріміз айтқаннан да көп суды тұтынуымыз керек. Бүгін біз шөлдеген газдан ішеміз ғой, расында да. Қарапайым жай маңызды екені үшін ішпейміз ғой біз. Керек деп ішпейміз. Аз адам ондайлар. Сондықтан біздің кейбір бағдарламаларда кеңес берген едік алдыңғы денсаулық жайында. Қазір енді 21 ғасыр, екіміздің бірі емес, енді әрқайсымыздың қолымызда смартфондар бар. Арнайы суды ішуге естелік ететін арнайы приложениялар бар екен, достар. Соған керек уақытта, керек мөлшерде суды енгізіп қойсаңыздар, қанша ішу керек екенсізге әрдайым естелік салып отырады. Екіншіден, зәрдің түсуі денеде судың болуының ең күшті көрсеткіштерінің бірі болуы мүмкін. Егер денеде су жеткілікті болса, онда зәрдің түсі ашық сары болады екен. Үшіншіден, қалыпты сусындандыру белгілері бас ауруы, іш қату, шаршау, құрғақ тері. Сонымен қанша су ішіміз керек екен? Көп адамдар біраз енді бұған анықтаманы біледі, бірақ оны қолданбайды. Солай ғой. Су сұраққа нақты жауап бермес бұрын альпинизм тарихынан қызықты деректер жүгінейік. Эверестті бағындыруда судың рөлі зор болған екен. 1952 жылы шведтер бұл шыңды бағындыру жоспарын жасады. Бірақ мақсат небәрі 300 метр. 800 фунт дейді ғой. Болғанда олар бас тартты. Не болды оларға? Сәтсіздікті талдау альпинистер күніне 2 стакан судан аз ішкенін көрсетті. Бұл биіктікте қатты сусыздануға ұшыраған ересек адамдар үшін бұл тым аз су болды. Эдмунд Хиллари
бастаған Англияның тағы бір альпинистер тобы сипаттағы оқиғалардан кейін бір жылдан кейін жаулап алу әрекетін қайталады. Бұл альпинистер дәрігерлердің ұсыныстарын ескеріп күніне орта есеппен 12 стакан су ішкен. Су оларға көмектесті ме? Сөзсіз. Олар жеңіске жетіп, әлемдегі ең биік тауға өз елінің туын бірінші болып тікті. Олардың жеңісі немесе жеңілісі неге байланысты болды? Британдық экспедицияны ұйымдастырушы Джон Хан олардың табысының негізгі суды жеткілікті мөлшерде ішуге байланысты деп есептейді. Сонымен күніне қанша су ішуіміз керек? Кейбіреулер енді салмақпен қалай енді көбейтіп есептеп бір нәрсе арнайы есептер бар екен. Бірақ су маңызды деп адамдар бүгін көп су ішіп қояды. Кейін аяқтары іси бастайды. Жақсы нәрсенің бәрі жақсы достар, бірақ оның да артықшылықтары бар. Көп артық кетіп қалмау керек та, көп суды ішіп қойсаңыздар, әрине кедергі болады. Сондықтан дұрыс ойланыңыздар. Күні бойы енді кем дегенде 8 стакан су ішу ұсынылады. Енді оны 8 стаканды күніне бөліңіз. Қанша мысалы 12 сағат па 12 сағатқа. Таңертең мысалы 1-2 стакан, түскі астың алдында 1-2 стакан, түстен кейін 1-2 стакан, кешкісін 1-2 стакан. Сонымен 8 стакан достар. Тамақ уақытында суды ішпеуге тырысыңыздар. Тамақтың алдында 1 сағат, жарты сағат бұрын ішіңіздер. Тамақтан кейін 1 сағаттан кейін ішсеңіздер, бұл өте пайдалы достар. Тамақ өзі қорытылу керек. Тірі қалу үшін 5 стакан, керемет сезіну үшін 8, жасару үшін 10 стакан достар. Осыншама су ішу шынымен маңызды ма? Әрине. Сіз келесі жоспарды орындай аласыз. Таңертең жаңа айта кеткенде 2 стакан судан бастаңыз. Зәрдің қаншалықты тез тазаланып, ашық сарыға айналатынына назар аударыңыз. Бұл қалыпты түс. Жұмыс орында, ас үйде немесе жатын бөлмеде немесе көп уақытыңызды қайда өткізсеңіз де әрқашан өзіңізбен бірге 1 стакан немесе бөтелке су ұстаңыз достар. Бүгін жиі адамдар бөтелке ұстап жүреді. Бұл енді қарапайым нәрсе. Сондықтан бұдан ұялатын ештеңе жоқ. Ары қарай жалғастыратын болсақ, тамақтану арасында суды ішпеуге тырысыңыз, жаңа айта кеткендей. Ас қорыту процесін үзбеу үшін. Күніне 8 немесе одан да көп стакан таза суды ішу мақсат етіп қойыңыз. Бірақ 2 литрлеп болмаса шелектеп ішпеңіз. Ондай жағдайлар кездескен достар. Ертең соның салдары нашар. Суды жеткілікті мөлшерде ішуге дағдыланатын кейін сіз өзіңізден енжар өткеніңізбен әдемі бүгінгі күніңізді арасындағы айырмашылықты бірден сезінесіз достар. Қандай су ішу жақсы? Кейбір адамдар оның ауыр металдармен, радиоактивті заттармен, тыңайтқыштармен қаншалықты ластанғанын біле тұра ағын суды ішуге қорқады. Көптеген сантехникалық жүйелер күн сайын тексеріледі және егер сіздің крандағы суыңыз стандартқа сай болса, ол бөтелкедегі су сияқты қауіпсіз. Бірақ бұл әлде қайда арзан. Кейбір адамдар енді арнайы фильтрлер қояды. Бұл енді өзіңіздің шешіміңіз. Бірақ кейде су нашар болады достар, өкінішке орай. Сондықтан фильтр жаңа айта кеткенде мүмкіншілік болса қойыңыздар, жоқ болса суды арнайы аппараттарын сатып алуға болады. Ол өте арзан. 1-2-6-8 литрік бөтелкені сатып алсаңыздар бір рет. Енді дүкеннен. Кейін оны қарапайым жаңа аппараттардан қымбатқа сатып алуға қажеті жоқ болады. Арзанға сатып аласыздар. Мінекей су жайлы анықтама бүгін сіздермен бірге достар, бірақ судың ішу жайлы анықтама болды. Келесі жолы сіздермен бірге гидротерапия деген тақырыппен бөлісеміз. Ол жайлы сіз таныссыз ба? Ондай анықтамамен кездеспедіңіз. Достар, тіркелмеген болсаңыздар тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий қойды ұмытпаңыздар. Бағдарлама ұнаса, басқалармен бөлісіңіздер. Келесі жолы гидротерапия, ол да суға қатысты. Сол жайлы анықтаманы білетін боласыздар. Бізде достар, Инстаграмда да парақшамыз бар, ТикТокта да парақшамыз бар. Бақыт лайф деп енгізсеңіздер, бізді оңай таба аласыздар. Мүмкін кейбір адамдар енді жиі Инстаграмда отырады. Сол кезде арасында біздің посттарды көрсеңіздер, қуанып қалады деп үміттенеміз. Тіркеліп қойыңыздар. Сау саламат болыңыздар. Алла тағала жар болсын. Біздің сабақтарымызбен толығырақ Alkitab.media сайтында таныса аласыздар.